Сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін, ортасы толықтай пісетін шоколадты кекс дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Ол үшін бізге бір жұмыртқа және қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізді, сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Үстіне 15-20% қаймағымызды салып, тағы да араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Түйіршік болмауы тиіс, жақсылап венчикпен араластырамыз. Одан кейін ұнымыздың үстіне бір қасық қопсытқышымызды салып, електен өткізген жақсы. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін какаомызды салатын боламыз. Ал оған дейін достар, менің рецептіме лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал енді мен бұл жерде ақ шоколадты қостым, ұсақтап турап, өздеріңіздің қалауыңызша қара шоколадты немесе басқа да нәрселерді қоссаңыздар да болады, бірақ та осы ақ шоколадпен жасалған өте ерекше дәмді болып шықты. Сіздер де осылай жасаңыздар деп кеңес етемін. Және де формаларына салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Үстіне де дәл осындай шоколадты қойғанды жөн көрдім. Мінекей біздің кекстеріміз осылай көтеріліп пісіп жатыр, көріп тұрғаныңыздай. Піскен кексімізді ортасын қазір көрсететін боламын. Толықтай пісіп, өте дәмді болып шықты, ауызда ерейтіндей тестосы болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Назарларыңызға рахмет.